Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз Сақпатшайымыз Зарина туралы аңыз айтатын боламыз. Зарина жастайынан атқа мініп, соғыс өнеріне машықтанған дала сұлуы, патша қыз еді. Бір күндері Зарина соңынан нөкер қыз келіншектерін ертіп, кең далаға аң аулап, көңіл көтеріп қайтуға шығады. Алдынан құланның үйірі қашып, оны қуып, қызықтап, байқаусыз алыстап кетіп қалады. Бір төбеден бір төбеге асып, құлан қуып жүргенде, алдынан қаз қатар тізілген жау әскері көрінеді. Олар Заринаның әйел екенін танымайды. Дулыға киген жас жауынгерді қолға түсіру үшін қоршай бастайды. Зарина өжеттікпен қоршауды бұзып өтеді. Соңынан жау әскерінің батыры қуады. Бір уақытта Заринаның санына оқ тиіп, жараланып, аттан құлайды. Ақсаңдап орнынан қайта ұмтыла бергенде, басындағы дулығасы ұшып кетіп, төбесіне түйген қолаңша жібектей сосып беліне түседі. Қуғыншы Заринаның әйел екенін білген соң, аттан секіріп түсіп, көмектесіп, көтеріп алады. Ай мен күндей сұлу келіншекті ұнатып қалады. Ол Медия патшасының баласы Ханзада еді. Ханзада Заринаны бір көріп қайту үшін жиілетіп ұлы сақтар даласына келіп тұратын болады. Бір күні Заринаның күйеуі мөрмөрдің қолына түсіп қалады. Ол қолындағы тұтқынын өлтірмекші болады. Медия Ханзадасын өлтірсе, екі елдің арасында жанжал туып, соғыс басталатынын сезген Зарина мөрмөрді райынан қайтарғысы келсе де, күйеуі оған көнбейді. Зарина нөкерін жұмсап, араша түспекші болғанда, тайталасқан мөрмөр байқаусызда жараланып, ұзамай қансырап өледі. Медия Ханзадасы еліне кетерінде, Заринаға сөз салып, бас қоспақ ниетін білдіреді. Екі патшалықты біріктіріп, бір ел болайық дейді. Медия Ханзадасы еліне кетерінде Заринаға сөз салып, бас қоспақ ниетін білдіреді. Екі патшалықты біріктіріп, бір ел болайық дейді. Зарина жауабын бірден бермей, бір жылдан кейін анығын айтамын деп қала береді. Арада бір жыл өтеді. Заринаның да медиялық көркем жігітті ұнатып қалған сыңайы бар. Жүрегі löp-löp етіп, сон ойлайды. Қара көзіне мұң толып, алысқа қарайды. Бір күндері болғанда, көп әскермен атқа қонып, Медияның шекарасына жақындайды. Арғы жақтан Ханзада күтіп тұр екен. Зарина сабырлы, салқын қандылықпен былай дейді. Армысың сүйіктім, мен сені ғана ұнатамын, бірақ әйелің бола алмаймын. Оның себебі, екеуміз қосылсақ, сен хан боласың, мен ханым боламын. Менімен қоса, артымдағы елім де саған бағынышты болады. Мен сүйгеніме қосылып, бақытты болғаныммен, елім тәуелсіздігінен айырылып, бақытсыз болады. Мен үшін елімнің еркіндігінен артық ештеңе жоқ. Қош сүйіктім. Осы сөзді айта бола бергенде, Заринаның қара көзінен жас тамып кетті. Ханзада мұңға батып басын төмен салды. Екеуі қош, қош десіп, қимай тарасады.